Баршаңызға сәлем, менің есімім Фариза, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хрустящий баклажан салатын жасап көрейік. Ресторандарда ұсынылатын, дастарханыңыздың сәнін беретін, қонақтарыңызға өте ұнайтын дәмді салат. Каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Баклажанды видеодағыдай ала тазаласаңыз, салатыңызға бір ерекше әр беретін болады. Оны көлемдерін бірдей қылып, осылай үшбұрыштап турап алыңыздар. Дәл осы салатты мен әртүрлі рецепттермен дайындап көрдім. Бірақ маған ең жақсы ұнайтыны осы рецепт. Өте дәмді, баклажандар қытырлақ, әдемі болып шығады. Баклажанның үстіне бір ас қасық тұз салып, салқын су құйып 15-20 минутқа қойып қойыңыздар. Тұзды су баклажанның өзіне тән бір қышқыл дәмін алады. 15-20 минуттан кейін баклажанды судан шығарып, сүлгіге жайып алыңыз. Жақсылап құрғатып алған дұрыс. Егер сулы болса, баклажанның сырттары крахмал салған кезде бұлжырап, езіліп тұратын болады. Сондықтан мен қағаз сүлгімен осылай бір-бірден құрғатып алдым. Оның үстіне 3 ас қасық картоп крахмалын салдым. Және оны видеодағыдай осылай шайқап, барлық жеріне крахмал тиетіндей етіп араластырып алыңыз. Қатты қызып тұрған майда бауырсақ сияқты араластырып отырып, қызарғанға дейін қуырып алыңыздар. Кәдімгі брынзаны орташа көлемде етіп 4 бұрыштап турап алыңыздар. Осы брынзаның орнына фетакса сырын қолданып көрдім мен. Бірақ өте ұнамады, өйткені кисло-сладкий соусқа фетакса сыр кішкене тұзды емес пе? Өте үйлеспейді екен, сондықтан кәдімгі брынзаны қолданған дұрыс екен. Енді брынзамызды құрғақ майсыз табада әр жағын айналдыра отырып, үстіп қызартып алыңыздар. Сол кезде салаттарыңыз әдемі, брынзаға да бір ерекше дәм беретін болады. Осы жолы мен черри помидор қолдандым. Кәдімгі қызанақта қолдансаңыздар болады. Егер қызанағыңыз тығыз, мясистый деп айтады ғой, ішіне су ағып кетпейтін болса, кәдімгі қызанақ қолдануға болады. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Мен алдын ала күнжітті құрғақ табада жақсылап күйдіріп қызартып алдым. Сол кезде бір әдемі аромат, бір өзінің ерекше дәмі шығатын болады. Оны міндетті түрде күнжітті қуырып алып салыңыздар. Міне брынзамызды, помидорымызды, қуырылған баклажанымызды және кинза қолданыңыздар. Кинзаны тураған жоқпын, жай ғана өстіп жапырақтарын жұлып ала салдым. Және күнжітімізді саламыз. Күнжіттің жартысын салып араластырыңыздар. Жартысын столға қоятынның алдында бетіне сеуіп қойған дұрыс, әдемі көрінетін болады. Мінекей 2 ас қасық кисло-сладкий соус. Бұл соус барлық жерде сатылады, магазиндерде, супермаркеттерде. Кисло-сладкий соустан 2 қасық құямыз. Және 1 ас қасық соя соусын құямыз. Және жақсылап араластырамыз. Осы салатты дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Өздеріңіз көріп отырғандай, қуырылған күнжіттің, кинзаның, кисло-сладкий соустың үйлесімі енді өте әдемі болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Фариза. Сіздерге ас болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.